Ё-моё, басынып тұр. Түнімен қымыз ішпемей. Дала салқын ғой, немене пеш жақпаған ба? Ё-моё. Негізі ақшасын бәрін төледім ғой. Опана. Уақытың бітті. Үйді босат, болмаса ауылдан құртам дейді. Ауыл құртам. Қалай? Ауылдан құртам. Ей, әкең! Құр ауылдан. Не мына сенікі жас? А? Ақшаңды бермейсің. Жайман, анке. Қайда кетті анау? Сен әлжісің ба? Мыналардікі жайшылық па? Сонда мен осы ауылдан кеткенімді қалайсыңдар ма? Бишара болып қаласыңдар ғой, білесіңдер ма? Ё-моё. Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Нұрдаулет. Ошын бұлар мен ауылдан қуып атыр ма? Бір темка болып атыр, короче. Сонымен енді ерегісіп, білмеймін енді. Ауылдан кетпек қоям ғой деймін что-то. Мына ауыл маған ұнады алдыңғы ауылға қарағанда. Мен көшіп қолым жүрмін енді, көшпенді қазақ болып. Осы ауыл ұнады маған кішкене ана ауылға қарағанда. По-моему, мен қазір қолымда творческий бар кезде үй салып алам ба деп отырмын енді. Понял, не үшін мені үйден қуып атқандарың. Алып тастай сал болды. Үй соған өзіме. Сендерге бүйтіп мен кірмейді екен марттарыңа үйтіп. Бір үйлерің үшін. Пашол дейді, түсіндің бе? Пашол, маған керек емес бүйткендерің. Бүйтем мен, короче. Мұна ауылдағы сасық үйлеріңнен әдемі үй соғам кәз. Дек қоям, бірақ мен үй салудан вәше опытым жоқ қой негізі. Тәген мен негізінде үй соғудан вәше бір хабарым жоқ. Бірақ білетінім бірінші үстіп не құрып аласың, короче. Короче, бірінші үстіп үйіңе қарай жол соғып аласың, мен білем ғой. Так, енді үстіп соғып алдық. Енді бізге үйімізді так жолға бетіп қойып жіберейік, а то бұлар тағы сөйлеп шығар құрсын. Басты кетіріп, шек көстір. Үй ауылдарын менен қызған бұлар. Бұлар мен ауылдан қумақшы болып, мен бір бұларға бір бишара болып қалғаным же бұларға. Бұл не болды бұл? Кеш деп атып бара жатыр ма? Уже түн болып жатыр, я? По-моему, түнделеп соға берем ғой деймін. По-любому баратын жерім жоқ қой. Так, үстіп екі этаж қылып көтеріп алдық. Түннің екі ортасы болды. Таң атып қала ма деген үмітпен. Бірінші есігін қойып алады, мен білем. Сосын жылы жерде отырып кірпішін қалай береміз, жайлап. Бізде уже таңда атып кеткен, жайлап уже үйімізді аяқтап бастап атырық. Ана терезен бекер қойдым. Мақыл енді. Терезеден ұра салайық. Білініп атыр дейсің ба? Кім көріп атыр деген әңгіме ғой, короче. Так, нормаль. Таң атып кеткен уже, короче, нандай болып атыр ғой үй. Білмеймін енді, вид особо жоқ. Особо, я тут аура деп қойсын. Короче, вид былай жоқ негізі. Бірақ енді бір тұру керек болып тұр ғой, пока что. Творческий бар кезде бір нормально үй соғып, бір өмір сүруге болатындай қылып соғып соғу керек болып тұр. Болды. Басқа ештеңе керек емес. Так, енді екінші этаж соқтық. Өзімізге бір бөлме істеп жіберсем ба деп ойлап отырмын. Енді білмеймін, бір бөлмемді негізі өзім жақсы көретін түсте соққым келіп тұр бір жағынан да. Білмеймін, негізі бөлме соқсам кішкентай болып қалмай ма ана жер? Қалай ойлайсыңдар? Ойларың жазамайсыңдар, я? Пока что үйіміз осында болып шықты. Енді сәл бір нәрселер қосып тастай салайық. Сонымен бітті үй. Мәре сәресіне жетті. Енді үйіміз осындай болды. Білмеймін, шын өмірдегі үйім әдемі сияқты. Мұнадан білмеймін. Бірақ не болса да енді істеп болдық енді. Мына жерге енді ертең кухня саламыз.
экинчи этажга ошум бөлмемди толтуруу керек, кроваттан башка эчтене жок менде, короче. Сондай билбеймин, пока что уктап турууга болсо болду. Анан негизи үлкөйткөн дурус болот. Короче, JD, мен біраз нәрсені бітірдім енді қазір. Соларды қазір біртіндеп қарап шығайық. Короче, мен осындай үй салып біттім. Қасына осындай бір егіншілікпенен сәл-пәл араласпасам, что-то ауылда егіншілік деген атымен жоқ сияқты ма, қалай былай? Білмеймін енді, байқамадым егіншілік. Мал шаруашылығы бар екен енді. Но мен енді мал дегенді қатты түсіне бермеймін. Так, короче, все, үйден өзгеріс жоқ сол. Ошым осылай болды енді. По идее, мыналардың үйлеріне қарағанда шүкір деп ойлаймын, өзімнің үйімде бар ғой. Нормально енді, хотя бы өзіміздің үйіміз бар, өзіміздің егістігіміз бар. Ертең магазинге бір бөле соғамыз деп отырмын, енді бір план құрып отырмын, аяқтарға или мынаны сатып ала салам ба. Мынаны сатып алып үйін қуып жіберіп, дәуітіп әдемілеп, короче, магазин жасап зорғы жіберем ба деп ойлап отырмын енді. Қалай ойлайсыңдар сендер? Сон комментарийға жазып, лайк, подписка жасап отырыңдар. Келесі видеода кездескенше давайте сендерден қолдау күтем.